Мереке қарсаңында Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында бүгінгі сұхбатымыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Ұлттық өнерімізді, соның ішінде дәстүрлі әнімізбен жыр термемізді дәріптеп жатқан өнер ұжымы облыстық халық коммерциялық орталық жанынан құрылған әдеп халықтық тобы. Өзіміздің дейміз, төл мерекеміз келе жатқан өнер және мәдениет қызметкерлерінің шын жүректен құттықтаймыз. Ең бірінші Света Мырзабаева деген осы ақтөбенің өзіне қорқап жүрген ағамыз бар. Қазір осы Астанада сол кісілермен алғашқы дәріс алғанмын, одан бері ауылда. Олардың өзім бауырларым өнер жолында болды. Көбісі сол кісілерден кішкене қастарында еліктеп жүріп ән айттым. Негізі мен өнерге қолдаған осы Света апамыз. Одан кейін Қайдар Өтеғалиев деген ағамыздан да азғана уақыт сабақ алдым. Осы кісілердің ізімен келе жатырмын. Домбыра ұстаған болатынмын. Одан кейінгі алғаш рет қолыма домбыра ұстатып, осы кәсіби түрде осы ән термені үйреткен осы республикаға танымал жыршы Демеубай Жолымбетов деген ағамыз бар. Сол кісі менің ең алғашқы ұстазым. Одан кейін арман қуып Алматы қаласына барған кездегі осы кәсіби түрде өнерді жалғастыру үшін эстрада цирк колледжінде оқыған болатынмын. Сол жерде тағы да елімізге республикаға танымал жыршы Берік Жүсіпов деген ағамыздан дәріс алдым. Одан кейінгі өзімнің еліктеп сол кісілер сияқты болсам екен деп армандап, сол кісілердің жаңағы жақсы жақтарын, ән салу манерлерін, қасиеттеріне еліктегенім ол Қаламқас Орашева деген Батыс Қазақстан облысының атақты жыршы термешісі. Өнер жолы ауыр жол дейді ғой. Ол отбасы болғаннан кейін үйдің шаруасы, күздің шаруасы, мынау сахнадағы сенің мынау келбетің, көңіл күйің бәрі ол үйдегі көңіл күйіңді сахнаға алып жүре алмайсың. Сахнадағы көңіл күйіңді үйде тағы да жүре алмайсың. Әр жерде өзіңе байланысты. Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық дейді. Бүгін мынау осы шараға келуге барысында да біз ерте тұрып, осы барынша дайындалып халықпен кездесеміз. Сіздерге рахмет, осындай сұхбатты алдын ала өтіп шыққан. Ешкім бетімнен қақпады, керісінше маған демеушілік көрсетті деп айта аламын. Басымызда бір көріп жүрген осы әдеп 5 жылға толып отыр екенбіз. Жақсы елдің көңілінен шығып жүрген. Сол себепті нәрсенің өзінің сабақпен сәтіменді көрсеткішкен осы 5 жылдың өтіп өзіміз бір шығармашылық концерт кештеміз ғой, осындай жоспарымызда бар. Бізді өнерді түсінетін адамдар мықты, олар оңайлықпен келмейді. Өнер деген өте киелі, оның орны бөлек. Сондықтан сіздерге мен отбасыларыңызға амандық, шаруашылық табыс тілеймін. Енді біздің ауылдың ауыл әкімінің алғысхатымен марапаттауға рұқсат етсеңіздер. Зардан болсын, әйел көргенде сәлемді жүру, мен сізді 30 жылдан астам жақсы білемін. Алла сізге қуат берсін, еңбегіңіз осы мәдениетке сіңірген еңбегіңіз шаңтеңіз, балаңызға жеткізіп отырсыз, оны тәрбиелеп келе жатыр екенсіз, қандай тамаша. Бізді осылай сұхбатқа шақырғаныңызға сізге